Барлық үйдің асханасынан табылатын тек қана 2-ақ ингредиенттен тұратын өте дәмді тісбасарды дайындайтын боламын. Бізге 2 картоп, 1 жұмыртқа қажет болады. Картоптың сыртын ашып, осындай 4 бұрышты қылдырып, турап аламыз және суға салып, 15 минут пісіріп аламыз. 15-10 минут кемінде. Мен бұны картопта тұздап алдым. Пісіп жатқан кезде тұз салып, тұздадым. Егерде қаласаңыздар, дәмдеуіштер қоссаңыз да болады. Бұрыш қосып, енді ол өз қалауларыңыз. Мен қосқан жоқпын, өйткені мен балаларыма дайындайтын болғандықтан. Одан кейін кішкене ғана ұн салатын боламыз. Одан кейін бір жұмыртқаны салып, жақсылап картопты араластырамыз. Жұмыртқа бізге осы начинкамыздың бірігуі үшін қажет болады. Сол үшін жұмыртқаны қостым. Жақсылап осылай араластырып аламыз. Және бізге панировочный сухари қажет болады. Осылай ыдысқа жайып шығамыз да, қолымды кішкене сұйық май қосып майладым. Өйткені картошка жабысып, қолға жабыспау үшін осылай сұйық маймен қолыңызды майлап алсаңыздар болады. Міне осылай панировочный сухариға аунатып, осындай дөңгелек форма қылдырып жасап шығамыз. Менің каналымда өте дәмді кешкі асқа арналған рецепттер өте көп. Егер сіздерге қызықты болса, оны подсказка ретінде конечная заставка бөліміне қойып кететін боламыз. Алдын ала майды қыздырып аламыз, сұйық майды, және барлығын осылай салып пісіретін боламыз қызарғанша. Майды қатты қызып тұрған майға салып пісірсеңіз, тез әрі қып-қызыл болып, күшті болып піседі. Бұны енді бар ғой, кәдімгі ленивые пирожки деуге бола ма екен, сондайға да дәмі ұқсайды, өте дәмді болып шықты. Әсіресе балаларға өте қатты ұнады, менің балаларым сол сәтте жеп қойды. Өте керемет дәмді болып шығады. Негізінде укроп қосуларыңызға болады, көкжуа қоссаңыз да болады, бірақ мен балаларға пісіргендіктен ондай ештеңке қоспадым. Ол енді өз қалауларыңыз. Осылай балаларыңызға қазіргі кезде, дәл қазір жаздың уақытында перекус ретінде жасап берсеңіздер болады балаларыңызға. Осылай салфеткаға салдым. Салфеткаға салған себебім осылай артық майды өзіне қағаз сорып алады ғой, сондықтан осылай салфеткаға салсаңыздар жақсы болады. Жасалу жолы өте оңай, әрі тез тағам дайын болды. Сіздерде дәл осындай тағам жасап көруге кеңес беремін. Сіздің балаларыңыздың көңілінен шығады деген ойдамын. Ас болсын.